кемел адам Қайрат Жолдыбайұлы. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласын елден бөлек. Абай. Бұл кітабымды марқұм атам Әкімбек пен Асқар Таудай әкем Жолдыбайдың рухына бағыштаймын. Алғы сөз. Аса мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әлемдер Раббысына шексіз мадақ. Ең кемел адам әз пайғамбарға сансыз салауат. Кемел адам кім? Ол қандай жан? Бұл сұраққа бір сөзбен толық қамтып, дәл жауап беру әрине қиын. Дегенмен, осы уақытқа дейін кемел адам жайлы жазылған түрлі еңбектер мен кемелденген тұлғалар өміріне сүйене отырып, жоғарыдағы сұраққа хал-хадерімізше жауап беруді мақсат еттік. Кемел адам ең әуелі өзін тани алған, һәм тіршіліктің түпкі мәнін түсіне отырып, жаратқанның қалауы мен үкіміне сай ғұмыр сүруге талпынған, иманы кемел, танымы терең тұлға. Ол жаратушы тарапынан өзіне жүктелген жаратылыс миссиясын мүлтіксіз орындауды ғұмырының басты парызы деп біледі. Кемел адам жаратушының қос кітабын, яғни Құран мен құдірет қаламынан шыққан ғалам атты алып туындыны қатар оқи білген, тақуалығы мен даналығы толысқан тұлға. Ол білім бұлағынан қанша ішсе де шөлі қанбайтын ғылым ғашығы. Кемел адам жаны мен тәніне, бұ дүниесі мен ақыретіне қатар көңіл бөліп, тепе-теңдік сақтауды білетін, жан-жақты жетілген жан. Ол дүниедегі себеп-салдар заңдылықтарын мүлтіксіз орындайды, һәм барлық істің нәтижесі Алладан екендігіне шүбәсіз сеніп, шынайы тәуекел етеді. Кемел адам қандай жағдайда, не халде жүрсе де, Алласымен әрдайым бірге екендігін терең сезінетін, ихсан дәрежесіне жеткен жан. Жаратқанмен байланысы нық, зікірі көп, мінәжаты мінсіз, ғибадаты терең адам. Кемел адам жүрегі мейірім мен махаббатқа, ар мен ұятқа, әділет пен ынсапқа толған көңіл айнасын, жүрек тазалығын барынша сақтай білген кірпияз кісі. Жүрегіне зәредей күнәдағы қонса, оны бірден көз жасымен жууға асығатын шынайы тәубе иесі. Оның діні махаббат діні. Алланы жаннан тәтті жақсы көру мен адамзаттың бәрін бауырым деп сүю, тіпті жаратқан үшін барша жаратылғанға махаббат таныту жолы. Кемел адам назары әрдайым жаратушының ризалығында, сондықтан ол басқаның мадағы мен мақтауына мастанбайды, өзгенің даттауына ренжіп, көңілі құлазымайды. Кемел адам әділдіктің хақ жолы деп біледі, имани гүлдің негізі ретінде сүйеді. Қандай жағдайға, нендей қысымға ұшыраса да, ақиқаттан айнып, әділеттен таймайды. Оның сөзі мен ісі, мінезі мен күллі өмірі әділеттен құралған. Кемел адам обал мен сауапты, жақсы мен жаманды, пайда мен зиянның парқын білетін, парасат, пайым иесі. Ол күнделікті ұсақ-түйек оқиғалардан өзін жоғары қоя білетін, кісілігі ірі тұлға. Ол оқиғаның астарына үңіліп, әрбір жағдайға терең сараптай білетін, заман ағысын жақсы бағамдайтын сұңғыла адам. Кемел адам өз ісінің шебері, напақысын адал жолмен, маңдай терімен табады. Масылдықты ұят санайды, қол қусырды ар көреді, намысын биік ұстайды, тапқанын көппен бөлісе алатын, мәрт мінезді, жомарт жан. Кемел адам айналасына әрдайым қуаныш сыйлайтын, көркем мінез гүлзары.
кез келген кісінің көңіл кілтін таба білетін, жаны жайсан, мәмілегер. Ол өз ісіне қаншалық жоғары талап қойса да, айналасына кешіріммен қарайтын мейірбан жан. Қарапайымдылық оның қанаты. Ол кез келген жетістікті жаратушының жәрдемі деп біледі. Кемел адам елі мен жеріне қауіп төнсе атойлап, дұшпанға қарсы шұбар батыр тұлға. Ол қасиетті құндылықтарын қорғау жолында жан беруді қор болып жер бетінде тірі жүруден артық көреді. Кемел адам мұңлы ойлы, қам көңіл, терең де тұңғиық тұлға. Ол кешегі Абай, Шәкәрім, Ыбырай, Әлихан, Ахметтер секілді елдің ертеңіне алаңдап, жұрт мүддесін жеке бас қамынан жоғары қоя білетін, қалың елдің қайғысын жұтқан заңғар адам. Ол қоғам алдындағы жауапкершілікті толық сезінеді. Һәм сол жарда бар ғұмырын, тіпті жанын да, малын да аямайды. Кемел адам жайлы осылай көп айта беруге болады. Бірақ кемел адамға жоғарыдай анықтама беріп отырған мына мен бар болғаны кемелденуге ниеттенген қатардағы пенденің бірімін. Десек те, кемел адам дәрежесіне талпыну мына пәнидегі әр адамның міндеті болуы тиіс. Бұл ниеттегі әрбір адам өз деңгейінде кемелденудің әйтеуір бір сатысында жүреді. Кемелдіктің кім қандай дәрежесіне жетсе де, осы жолда күресудің өзі зор бақыт, үлкен үміт. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардан бастап күллі әнби әулиелер, ғұламалар мен ұлы ойшылдар адамзатты жан-жақты кемелденуге шақырған. Ұлы даладан шыққан Әбу Насыр әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы, Жүсіп Баласұғынның құдатқу білік, Ахмет Жүнекейдің ақиқат қақпасы, Ахмет Яссауидің диуани хикметтері, Миратул Құлубы, жүректер айнасы, Сүлеймен Бақырғанидың хикметтері, Абайдың толық адам концепциясы мен Шәкәрімнің ар ілімі, Мәшһүр Жүсіптің шығармалары адамның рухани барынша жетіліп, жан-жақты даму тақырыбына арналған. Қолыңыздағы бұл еңбек жүрек пен жанның жай жапсарын тереңнен талдап түсіндіретін, нәпсіні тәрбиелеп, кісіні рухани биік дәрежеге жеткізудің көздейтін, жүрек ілімін үйретер арнайы діни еңбек емес екенін айта кеткім келеді. Сондай-ақ кітаптың кемел адам атауы рухани кемелденудің ең биік шыңына жеткен әулие кісіні емес, рухани бай, білімі терең, дені сау, қаржылай тәуелсіз, яғни 4 құбыласы тең, жан-жақты кемелденуге ұмтылған ыждахатты адамды меңзейді. Қазіргі таңда кітап дүкен сөрелерінде тұлғалық дамуға қатысты шетелдік туындылар самсап тұр. Бір шамасы қазақ тіліне аударылған. Тұлғалық дамуға бағытталған дәрістер мен ментор, коучтар да көбейді. Бұл әрине қуанарлық құбылыс. Алайда солардың бәрін 100% дұрыс деу қиын. Бұл бағыттағы шетелдік кітаптарда айтылған, жазылған дүниелердің кей тұстары ұлттық ойлау жүйемізге, ғасырлар бойы қалыптасқан құндылықтарымызға, тіпті діни сенімімізге қайшы келіп жатады. Тұлғалық дамытамыз, ақша табуды үйретеміз деп фетишизмді, буддизмнің кейбір наным сенімін, нумерология секілді біздің ұлттық дүние танымымызға жат дүниелерді насихаттап жүргендер де бар. Сондай-ақ кейбір кісілердің қажылық тәуелсіздікті айлыққа жұмыс істемеу деп тәпсірлеп, дәрігер, мұғалім немесе мемлекеттік мекемеде өз мамандығы бойынша жұмыс істеп, адал табыс тауып жүрген жандарды кем санау өте қате пайым. Қаржылық тәуелсіздік бұл міндетті түрде әр адамның жеке бизнесі болуы тиіс дегенді білдірмесе керек.
Жұрттың бәрі жаппай кәсіпкер болып кетпесі айтпаса да түсінікті. Қаржылай тәуелсіздік, адал табыс, қаражат тұрғысынан ешкімге қол қусырып, мұқтаж, масыл болмау. Дәл қазір біз уақыт тұрғысынан құндылықтар алмасып, жақсы мен жаман сыпырылысып, ақ пен қара қайшыласып жатқан жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Мұндай аласапыран заманда ұйықтамақ түгілі қалғуға әсте болмайды. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан ақылды ұсталық тауқумен, істеумен жүре ұлғаяды. Дүниеде жер билігі күннен күнге ақылды, ұста жұрт қолына ауып барады, деп ұлт болашағына уайымдағандай, бұл заманда өзін ұдайы жетілдіріп, әлемдік бәсекеге қабілеттін арттыра алмаған ел көштің соңында қалып, түбінде құрдымға кетеді. Осы орайда қолыңыздағы кітап қарлығаштың су сепкендей оқырманның тұлғалық дамып, жан-жақты кемелденуіне аз да болса үлесін тигізер деген ниетпен жазылған, көпшілікке арналған мотивациялық кітап. Кітапта асыл дініміздің өлмес қағидалары мен ұлт көсемдерінің ақыл-ой мұралары һәм адамзатқа ортақ құндылықтарды қатар ұсынуға тырыстым. Кітаптың бірінші бөлімінде кемелденудің психологиялық кедергілерін түсіндіріп, түйіні тарқылатса, екінші бөлімде тән саулығының маңыздылығы, денсаулықты күтудің жолдары мен жай-жапсары баяндалады. Үшінші бөлімде уақытты тиімді пайдалану және жоспарлау тәсілдері мен тетіктері берілген. Төртінші бөлімде қаржылық сауат жайлы түсіндіріліп, тапқан табысты нәтижелі жұмсаудың бағыт-бағдары айтылады. Ал бесінші, алтыншы бөлімде эмоциялық зерде, яғни байсалдылық танытып, көңіл күйімізді, сезімдерімізді басқару тәсілдері мен қарым-қатынас қағидалары жан-жақты түсіндіріледі. Әр бөлім мысалдар және рухани ұстын қағидаларымен бекітіліп отырады. Кітапта айтылған тұлғалық дамуға қатысты ереже тәсілдерді жүзеге асыруға көмекші құрал ретінде арнайы әзірленген кемел адам күнделігі қоса ұсынылып отыр. Сөз соңында кітаптың жазылуына қолдау білдірген әрбір жанға Алланың разылығы мен берекелі ғұмыр тілеймін. Эмоциялық зерде тестін құрастырған қызым Ғазизаға зор алғыс білдіремін. Кемелдікке құштар жан, сізге де жаратқанның бар жақсылығын тілеймін. Ұлы мақсат, биік мұрат. Биік мақсат, зор үміт, ұлт пікірі жоқ, өмір хайуан тірлігіне ұқсас. Ахмет Байтұрсынұлы. Лев Толстой саналы адамға ішіп-жеп, ұйықтап ояну өмірдің негізгі мәні бола алмайды деген екен. Әлбетте солай. Бұл ғаламға келіп кеткен небір данышпан, хакім атаулы өмірдің мәнін, адам баласының бұл дүниедегі ұлы мақсаты мен биік мұратын іздеген. Жалпы адамы ұлт мақсат мұратқа қатысты Шәкәрім Құдайбердіұлы 1915 жылдары Троицк қаласында жарық көрген қоғамдық саяси және әдеби басылым Айқап журналының 1912 жылғы кезекті санында білімділерге бағыштап, Алланың адамды жаратудағы мақсаты не? Адамға тіршіліктің ең керегі не? Ең жақсы адам қандай кісі? Деген сынды пәлсапалық сауалдар жолдауы тегін емес. Әуел айтарымыз, өзін терең танымаған, өмірдің мәнін түсініп, жаратылыстың түпкі мағынасын ұқпаған адамды ұлы мақсат пен биік мұрат болмайды. Ондай пенде шынайы кемелденіп, кәміл адам дәрежесіне көтерілуі екіталай. Апай атамыз, адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар өмірде онан басқа? Деп өмірдің мәні адамзатты сүю мен Алланың хикметін сезу екенін айтады. Алланың хикметі тіршіліктің мәні болмақ. Дана ойшыл
17 қара сөзінде өзің үшін еңбек етсен, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың, ал адамшылықтың қарызын өтеу үшін еңбек етсен, Алланың сүйген құлы боласың, дейді. Осындағы Абайдың айтқан адамшылықтың қарызы деген не? Меніңше, ғұлама адамшылықтың қарызы деп адамның жаратылудағы негізгі миссиясын айтып отыр. Олай болса, адамның негізгі миссиясын Құраннан іздеп көрелік. Алла тағала бір қатар Құран аяттарында адамды халифа етіп жаратқандығын білдірген, яғни ұлы жаратушыны танып біліп, ғалам атты ұлы көрмедегі әрбір теңдессіз көркем туындыға тамсанып, ұлы шебердің құдіретіне бас иіп, өзіне берілген нығметтерге шүкіршілік ету, жер бетін гүлдендіріп көркейту, міне осылар адамның халифа ретіндегі түпкі миссиясы. Яғни адамға жер бетін көркейту үшін Алла өз атынан өкілеттілік берген. Халифалық Алла мен адам арасындағы осынау қасиетті өкілеттілікті айтылады. Ғаламды гүлдендіріп көркейту үшін адамға ақыл сана, қабілет қарым, мол мүмкіншілік берілген. Адам өзіне жүктелген ұлы миссияны орындау үшін әрдайым дамуға, кемелденіп жетілуге міндетті. Адамға жүктелген халифалық міндетті Алла мен адам арасындағы қасиетті өкілеттілік дедік. Осы өкілеттілікті қарапайым мысалмен түсіндіріп көрелік. Айталық, кез келген шетелдегі өкілетті елші өзін жіберген мемлекеттің атынан рұқсат шеңберінде ғана жұмыс істейді. Оның артында жеке мемлекет тұрғандықтан үлкен құзыретке ие. Сол құзыретті пайдаланып, мемлекеттің мүддесіне сай қызмет етеді. Мемлекет атынан әрекет еткендіктен өзі өкілдік еткен елдегі биік мансап иелерімен оп-оңай кездесіп, кіммен болса да жүздесе алады. Бірақ өкілеттілігін асыра пайдаланып, мемлекет рұқсат етпеген істерге бас сұғу жазаланады. Өйткені өкілеттіліктің аты да айтып тұрғандай белгіленген шеңберден шығуға болмайды. Сол сияқты адам да Алла міндеттеген өкілеттілік шеңберінде әрекет етуге міндетті. Адам баласына жаратушы тарапынан мына дүниені көркейтуге, гүлдендіруге үлкен мүмкіншілік, өте ауқымды шеңбер, сан алуан қабілет қарым берілген. Кез келген істі бисмилля деп Алланың атынан бастауымыздың сыры осында жатыр. Бұл Алланың атынан әрекет ету деген сөз. Ал адал мен арамды Алла берген осынау өкілеттіліктің ұлықсат пен тыйым шеңберге болады. Жоғарыдағы атап өткеніміздей, өзіне сенім артып, өкіл етіп жіберген мемлекетін мойындамай, ешбір шектеу шекарасы өз қолауымен әрекет еткен жағдайда өкілетті елші жазаланатын секілді, халифалық міндет алған пенде де Алланы мойындамай, адал, арам демей, ұлықсат шеңберінен шыққан жағдайда жауапқа тартылуға лайық болады. Адам өзіне жүктелген осынау халифалық миссиясын ұмытып, Алла мен өз арасындағы өкілеттілік жібін үзіп, дербес әрекет етуге талпынған кезде өмірдің мәні мен мына дүниеге жіберілу миссиясын, ұлы мақсатын жоғалтып алады. Кез келген жеміс бұтағынан, яғни өзегінен ажырағанда шіріп, бүлінетін секілді, адам да Алласынан алыстағанда бұзыла бастайды. Барлық рухани проблемалар осы жерден бастау алады. Өйткені ұлы мақсаты жоқ, басы бос адам, кеудесі қаңыраған қуыс адам. Мұндай адам көбіне мазасыз күй кешеді. Мұқағали ақын айтпақшы: демалыс ап, Кавказ, Қырым барғаның бәрі өкініш, өзіңді өзің алдауын, қалай үзіп, қайда тығып тыншисың, тыным бермес ойларыңның жалғауын. Ішкі бостықтан туындаған мазасыздықтан құтылу үшін дүние, атақ, мансап,
тән рахаты секілді уақытша дүниелермен өзін алдар қатып өмір сүреді. Бірақ бәрібір шынайы жан тыныштығына қол жеткізе алмақ емес. Адамның көбі ұрпағын бағып-қағып өсіріп жеткізуді өмірдің негізгі мақсатына келеді. Әрине, ұрпағынды жеткізу үлкен аманат, бірақ бұл ұлы мұрат емес. Алланың адам табиғатына қойған табиғи мейірім мен жанашырлықтың туындаған жауапкершілігі мол, абыройлы міндеті. Нақтырақ айтқанда, ұлы мақсат аясында атқарар асыл борышымыздың бірі болмақ. Егер ұрпақ үшін өмір сүру адамзаттың ең ұлы мақсаты, өмірдің түпкі мәні болғанда, перзенті жоқтырған немесе ұрпағы қайырсыз болғандардың мына дүниеде ғұмыр кешуінің ешбір мағынасы қалмас еді. Тіршілікте жасалатын әрбір істің өзіндік мақсаты мен мәні бар. Мысалы, оқып білудегі мақсат мықты маман болып, өзіне, еліне, адамзатқа пайданды тигізу. Бұл кіші мән. Ал осының бәрін Алланың ризашылығы, яғни жаратылудағы түпкі миссияны орындау үшін жасау үлкен мән. Абай айтқан, адамдықтың қарызы дегеніміз осы. Кемел адам бар ғұмырын, әрбір ісін осылай жаратқанның қалауына сай реттей алатын адам. Өмірдегі кез келген жетістікті, яғни кіші мәнді, ұлы мұрат пен биік мақсатқа, яғни өмірдің мәніне байлай алмаған адам атақ, мақтау, марапат, күту, тағысын тағы пенделік әрекеттерге әуес келеді. Әрбір істе мән бар, соны іздеңіз. Өмірде алға қойған мақсаттың белді бекем буып, шар құрып іздеген жетістігінің мәні не? Бай болсам деп жүгіресің, қымбат көлікке, зәулім үйге қол жеткізсем деп ұмтыласың. Мансабым жоғарыласа деп тырыштанасың. Қыз күйеуге шықсам, жігіт сұлу құшсам деп армандайды. Бірақ осының бәрі не үшін? Осы арман мақсаттың негізгі мәні не? Деген сұрақты өзіңізге қойып көрдіңіз бе? Егер ел кимегенді киін, жұрт ішпегенді ішейін, жалғанды жалпағынан басып, шалқып өмір сүрейін, жұртқа пәрмен беріп мөр басайын дейтін қара бастың қамынан, нәпсілік қалаудан әр аспайтын пиғыл басым болса, мұндай байлық та, мансап та өз иесін бақытты ете алмайды. Керісінше, кесір болып жабысады. Зәулім үйде тұрсам, басқаға үйімнің кеңдігі мен көркемдігін көрсетіп мақтансам деп, жан рахатын биік ғимарат пен кең үйден іздесен, қателесесің. Қанша үлкен болса да, ішінде жан жылуы болмаса, ол үйге бақыт қонақтамайды. Бұған ат шаптырым зәулім үйде тұрса да, күйзелісте жүрген талай жанның өмірі куә. Уақыт өткізбей тезірек күйеуге шығып алайын, отырып қалған кәрі қыз деген бейін деген бақай есеппен тұрмысқа шықса, қателесесің. Іздегеніңді уақытша табарсың, бірақ бақытты бола алмайсың. Өйткені сен тұрмыс құрудың негізгі мәнін түсіне алмадың. Кейбір жастардың көп өтпей ажырасып тынатыны сондықтан. Дәулетің мен ізгі мұрат етсең қандай жақсы. Мансабынмен жұртына пайдан тисе нендей ғажап. Шаңырағының ойытқысы, отбасының жылуын, ардақты ана, аяулы жар, кішіпейіл келін бола алсаң, отбасы болудағы мақсат та, мәні де осы емес пе? Осының бәрін ұлы мұратқа, үлкен мәнге байлай алсаң, адамдықтың қарызын өтеген боласың. Ең ізгі адам. Хан баласында қазақтың хақысы бар. Тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Әлихан Бөкейхан. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1912 жылы Айқап журналы арқылы білімділерге қойған пәлсапалық күрделі сұрақтарының бірі ең жақсы адам қандай кісі деп келеді. Дәл осы сұрақты пайғамбарымыз
басқа сахабалар да қойған болатын. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам адамдардың арасындағы Аллаға ең сүйікті адам, адамдарға көбірек пайдалы болған кісі. Аллаға ең сүйікті іс адам баласына қуаныш сыйлау, біреудің қиыншылығын көтеру, қарызын жабу, аш адамның қарнын тойдыру болмақ. Бір адамның мұқтаждығына болысып уақыт өткізу. Мен үшін мына мешітте бір ай оңашаланып құлшылық жасағанымнан да абзал, деп жауап берген екен. Демек, адамзатқа кімнің пайдасы көбірек десе, сол адам Алланың ең сүйікті құлы. Ең әуелі аманатын бала шағана, ағайын туысқа, айналана, халқына пайда келтіру болса, ол үшін өзін жан-жақты жетілген, барынша кемелденген тұлға болуын керек. Ғұмырын ұйқы мен қысыр әңгіме, арзан әзіл, ойын күлкі, бос сандалумен өткізген адам ел түгілі қара басына пайда келтіре алмайды. Білімнен жырдай бойындағы қарым-қабілетін аша алмаған кісінің қоғамға пайдалы болуы екіталай. Міне сондықтан шәкәрім данышпан мына өлеңінде: адамдық борышын халқына еңбек қыл, ақ жолдан айнымай ар сақта, оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін, нәпсіне билетпе, басының бағы үшін. Өміріңді сарп қыл өлгенінше, жоба тап, жол көрсет, келешек қам үшін. Қайтадан қайрылып қауымға келмейсін, барынды, нәрінді тірлікте бергейсін. Ғибрат алар артына із қалдырсан, шын бақыт осынық, мәңгілік өлмейсін, деп пенде баласын адами борышын өтеуге, ал оны өтеу үшін білімді, өнерлі болуға шақырады. Абай басқаға пайда тигізу Құдайдың нағыз жолы екендігін айтады. Дүниеде түпкі мақсатың өз пайдан болса, өзін нихаятлысын. Ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген ынсап? Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан хадалат, шапағат секілді біреулерге жақсылық тегізбек мақсатың болса, ол жол Құдайдың жолы. Демек, адамның өмірге келгендігі міндеті басқалардан пайда көру емес, керісінше айналасына қызмет етіп пайдалы өмір сүру. Осыны толық түсінген кезде ғана ол шынайы бақытқа қол жеткізеді. Көкірегі қуанышқа толады. Бұл жолда кездесетін қиыншылық пен сәтсіздікке мойымайды. Бойына сарқылмайтын жігер мен алапат қуат ұялайды. Нәтижесінде ол сөзсіз жетістіктің тұғырынан табылады. Жаратылыс ағашының мәуесі. Уа адам, мына ғаламның ең мазмұнды кітабы сенсің. Аш та өзіңді оқы. Мәулана. Адам айналасына ғибрат көзімен қараса, жарығы мен жылуын мейірлене төккен алып күннен бастап, әрбір жаратылыс өзіне бағынышты түрде қызмет етіп, жүрегінің сезініп, өзінің халифа екендігін ұғынады. Егер адам баласы өзін Алла ардақтап жаратқан ғажайып болмыс екенін терең түсінсе, бүкіл періште оған сәжде ететіндей ардақты жаратылыс екенін сезіне алса, сөз жоқ, кемелденуге ұмтылары анық. Өйткені адам жаратылыс ағашының мәуесі, адам бүкіл ғаламның кішірейтілген қорытынды нұсқасы. Адам Алланың көркем есімдері, сәулесі, ең көп көрініс тапқан ерекше жаратылыс иесі болғандықтан, тұла бойы тұнып тұрған қабілет қарым. Мысалы, Алла Алим, яғни шексіз білім иесі.
Осы сипаттың сәулесі басқа жаратылысқа қарағанда адамзатқа молынан түскен. Қазіргі дамып жатқан ғылым мен білім осының көрінісі. Алла әрбір жаратылысқа ерекше бейне беріп, көркем жаратқан ұлы шебер. Бұл сипаттың сәулесі кімге көбірек түссе, сол адамның бойынан сан алуан өнер шығады. Алланың кәләм атты сипаты бар. Сөз зергерлеріндегі қабілет Алланың осы сипатының адам бойындағы шағылы болмақ. Тағы басқа. Адам бойында ашылмай мүлгіп жатқан шетсіз, шексіз қасиет қабілеттері кемелденуді тілейді. Ашылмаған әрбір қабілет бейне бір көзі ашылмаған бұлақ іспеттес сылдырлап ағуды қалайды. Қатты топырақты жарып, жарыққа шығуға талпынған дәнекке ұқсап, күннің көзін іздейді. Бейне бір мәуел ағаш тәрізді жеміс беруге асығады. Көбіне адам баласының бақытсыздығы мен жанының жабырқауы, тіпті күйзелісуі іште ашылмай тұншынып қалған қабілеттерден туындайды. Адамға берілген осынау қабілеттер ертең қияметте ұлы жаратушы тарапынан сөзсіз сұралады. Құранда ол күні сөзсіз сендерге берілген барлық нығмет, жақсылықтардан сұраласыңдар делінген. Ендеше бойымызда қолданылмай мүлгіп жатқан қабілет, дұрыс пайдалана алмаған барша мүмкіншіліктерден сұраламыз. Олай болса, оқы, ізден, талпын, үйрен, жаса, тағы да жаса. Құранның алғашқы аяты «Оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы» делінгенін әрдайым есіне сақта. Ішкі әлемінде жетістікке ұмтылған жан ғана сыртқы әлемде жетістікке жетеді. Өзін өзгергенде айналан тіпті әлемде өзгереді. Өздеріңді өзгертпейінше, Алла тағала сендер тап болған жағдайды өзгертпейді. Ендеше өзіңді таны, әлемді біл, іштен ғана ашылатын сыр сандығының кілтін тап, кемелдікке қарай бас қадам. Жетістікке жету қағидалары. Өмірдің мәнін біл, арманда, мақсат қой. Саған қатысы жоқ, пайдасы істерді тәрк ет. Қолыңнан жақсы келетін сүйікті ісіңмен айналыс. Жоспармен жүр, батыл бол. Харекет етіп, жаратқанға тәуекел жаса. Әрекет амалдарыңды әрдайым қадағала. Табандылық таныт. Кідіріс жасап, айналана қара. Өткенді сараптап, келер күнді бағамда. Денсаулығыңды күт. Отбасына, туған туысқандарына көңіл бөл. Айналанмен жақсы қарым-қатынаста бол. Адамдарға пайданды тигіз. Ұдайы жетіліп, шеберлігіңді шыңда. Шүкір етіп, құлшылық жаса.